Кинобизнес бағдарламасы отандық кинематография саласының өкілдерімен сұхбаттар сериясын жалғастырады. Бүгінгі шығарылымда назарларыңызға ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығы, стратегиялық даму бойынша басқарма төрағасының орынбасары Айдархан Әділбаевпен болған сұхбаттың екінші бөлімін ұсынамыз. Соңғы уақытта аталып жүрген негізгі мәселелердің бірі Ресей кино қорының бірыңғай ақпараттық жүйесін енгізу. Бұл сатылған билеттер, көрермендер санын онлайн тәртіпте көруге болатын бірыңғай ақпараттық жүйе. Осындай жүйе Қазақстанда нақты қай уақытта енгізіледі? Біз осы мәселе бойынша өткен жылдан бері белсенді жұмыс істеп келеміз. Бастапқыда мұны өзіміздің қазақстандық компания әзірлейді деп жоспарлаған едік. Яғни бұл өз өніміміз болуы мүмкін бе еді? Содан соң бір қиындықтарға тап болдық. Кейін Ресей кино қоры өзінің бірыңғай ақпараттық жүйесін іс жүзінде ақсыз негізде ұсынуға да келісім берген болатын. Бірақ бұл жерде де қиындықтарға, атап айтқанда заңнамалық кедергіге ұшырадық. Яғни қойылған шарттар бойынша бастапқы кілттер бізде болуы тиіс еді. Ал Ресей кино қоры оны бергісі келмеді. Өйткені бұл аса күрделі мәселе. Біздің мемлекеттік органдар бұл ұлттық қауіпсіздік статистиканы біз жүргізуіміз қажет дегенді алға тартады. Міне, біз осындай мәселелерге тап болдық. Қазір өзіміздің қазақстандық компаниялармен жұмыс істейміз деген бастапқы қалпымызға қайта келдік. Біз олардың бәрімен кездестік, шарттарымызды таныстырдық. Оларға бірыңғай ақпараттық жүйені, яғни қолданбаны, сайтты зерделеп, қарап көруге бердік. Бізге де дәл осындай жүйе керек екенін жеткіздік. Оның орындалуы да, қолданысқа енгізілуі де қарапайым. Тек қолданысқа енгізу бойынша бюрократиялық кедергілерге кездестік. Карантинде жоспарымызды артқа тартты. Қазан-қараша айларында енгіземіз деп ойлаған едік. Енді желтоқсанға қалатын шығар. Егер желтоқсанда болмаса, онда қаңтарда біздің қазақстандық бірыңғай ақпараттық жүйені сынақ режимінде кинотеатрларға енгізетін боламыз. Наш казахстанский продукт ЕИС в кинотеатры. Қазір кинотеатрлар оған дайын ба? Дайын ба, дайын емес пе, ол енді екінші мәселе. Заңнамалық деңгейде мұның бәрі қабылданып қойғалы қашан. Кинотеатрлардың да көбісі дайын. Шығындардың бәрін мемлекет жабуға дайын. Затраты все готово покрывать государство. Там недорогие затраты, там модули нужно будет закупить. Жұмсалатын шығын аса көп емес. Ол жерде кинотеатрларға модульдер сатып алынуы тиіс. Яғни онда мынадай жүйе. Билет сатып алатын адам терминалға барады да Enter батырмасын басады. Билеті шыға келеді. Билет шыққаннан кейін жүйе бірыңғай ақпараттық жүйеге билеттің сатылғаны туралы деректерді бірден жібереді. Мұндай жүйелер іс жүзінде әрбір кинотеатрда бар. Қазіргі мәселе осы бағдарламаны жазу, оны сынақ режимінде қолданысқа енгізу болып отыр. Содан кейін 2 ай бойы ұлттық қауіпсіздік комитеті осы жүйені хакерлік шабуылдарға сынақтан өткізеді. Тағы 2 ай өткізілетін болады. Хакерских атак, да? Еще 2-3 месяца это будет проводиться, и потом уже будем. Міне, содан соң бұл жүйені кинотеатрларға енгіземіз. Кинотеатрлар дайын. 14 мамырда болған кездесуде осы жүйені енгізуге әзірліктерін білдірген еді, және бұл сәйкесінше нарықты толығымен ашады. Қазір өздеріңіз білетіндей, нарық жабық. Ресми бұқаралық ақпарат құралдарында берілетін барлық деректердің 80% жүйесіз. Олар оны қайдан алмақ? На 80 корявый, да, то есть. Қазір қазақстандық порталдардан табуға болатын кассалық жинақтар туралы ақпараттар шындыққа қаншалықты сәйкес келеді. Мұның бәрі осы фильмдерді прокаттайтын дистрибьюторлардың сөздерінен немесе продюсерлердің сөздерінен алынады. Құжаттық растаулары жоқ. Сену-сенбеу адамдардың өз еркі. Бірыңғай ақпараттық жүйені енгізу инвесторлар үшін жұмысты жеңілдетеді. Яғни фильмді прокатқа шығарасыз да айтасыз. Ресми деректеріңіз міне, мен осынша ақша жинадым дейсіз. Сандарға келетін болсақ, келушілер саны, бокс-офис саны және тағы басқалары бәрі бар. Яғни фильмнің табыстылығы туралы дерек бар болады да. Продюсер кино түсіріп, оған қаражат құя алады. Либо будут вкладывать деньги. Бұл қазақстандық киноға ашық инвесторларды тартуға қаншалықты көмектеседі? Я думаю, что это... Бізге деген кіріс ауқымды болады деп ойлаймын. Өйткені инвесторлық қаражат біздің елде қосымша құн салығынан босатылған. Бұл кино туралы заңда да айтылған. Егер сен киноға инвестициялық қаражат тартатын болсаң, сен ол қаражаттан қосымша құн салығын төлемейсің. Бұл да жақсы, яғни продюсерлер үшін жеңілдік. И в прошлом году тоже было. Өткен жылы да Қазақстанда түсіруге деген қызығушылық болған. Форсаж продюсерлері келіп кеткен. Олар Форсаж 9-ды түсіруге дайын болатын. Бірақ сол кезде Ұлыбританияда түсіріп жатқандықтан уақыт жеткізе алмады. Голливудтық компаниялардың дайындыққа өте мұқият қарайтынын білесіз ғой. Уақыт, қала оларға өте қатты ұнады. Срок. То есть город им понравился, все безумно там все показали.
Барлығын көрсеттік. Қала әкімдігі мен қала көшелерін жабу бойынша да сөйлестік. Қолдау керемет болды. Уақыт жетпей қалды. Менің ойымша, егер Форсаж 10-ның жалғасы болатын болса, Нұр-Сұлтанда түсірілуі әбден мүмкін. Біз де үміттенеміз. Қойылған шарттар мынадай еді. Олар фильмді түсіреді де елде 130 айлық есептік көрсеткішке тең қаражатты, шамамен $860,000 қалдырулары тиіс болатын. Бұл сомадан артығын қалдырса, мемлекет 30%-ға дейін қайтарым береді. 10% возврат государства идет. Жалпы мен прокаттаушы ретінде 2010 жылдан 2015 жылға дейін Қазақфильм киностудиясының кинопрокат және дистрибьюция орталығын басқардым. 2010 жылы коммерциялық фильмдер болған жоқ еді. 2009 жылы тек рекетир ғана бар болатын. Одан соң коммерциялық фильмдер болған жоқ. Кинотеатрлардың қазақстандық киноға деген қатынасы мен көрермендердің қазақстандық киноға деген қатынасы өте мардымсыз болды. Яғни белгілі бір сенімсіздік бар еді. Біздің картиналарымызды прокатқа алу үшін мен сол жерде әркіммен сөзге келіп, жалынып жүретінмін. Мен басшылық қызметке келгенде шығарылған алғашқы фильм «Рывок» болды. Қиын болды. Жүріп кетеме жоқ па деген сенімсіздік бар еді. Голливудтық фильмдерден табыс таба алатын болсақ, қазақстандық киноларды қайтеміз дейтін. Содан кейін ізінше «Сказ о розовом зайце» фильмі шықты. Әсел Сағатова мен «Ирония любви» фильмі шықты. Ол мүлдем теңдессіз прокатқа ие болды. Өйткені бұл бір мезгілде Ресейде, Украинада, Беларусьте және Қазақстанда шыққан жалғыз қазақстандық фильм. Өте бірегей прокат болды. Одан $5-6 миллион кассалық жинақтарға қол жеткіздік. Содан кейін «Сказ о розовом зайце» фильмі болды. Сіз білесіз бе, бұл қазір ең танымал фильмдердің бірі. Сенім пайда бола бастады. Барлық көрермендер көре бастады. Әрине, сол кезде көбісі DVD-ден және тағы басқадан көретін. Дегенмен біз көрермендердің бетін өзімізге бұра бастадық. Содан кейін 2011 жылы «Шал» фильмі шықты. «Жау жүрек мың бала» фильмі шықты. «Мың бала» тіпті «Кек алушылар» фильмімен бір күнде 2012 жылғы 3 мамырда шықты. Барлығы қалай болар екендеумен болды. Бірінші апта олар бізден жинақтар бойынша озып тұрды. Екінші аптада таразы басын теңестірдік. Үшінші аптада біз оларды басып оздық. Төртінші аптада кек алушылар шығынға кетті. Біз тоқтап қалған жоқпыз. Мың бала көрермендер легін әкелген керемет жеңіс болды. Сол кезде коммерциялық фильмдер шыға бастады. Олар қанша жерден сапалы, сапасыз болсын, көбісі тамаша КВН деп айтқандай. Бұл да керек болды. Қазір басқа талғам қалыптастырып, байыпты кино көрсететін боламыз. Міне, Қойынбаевтың картинасы кассалық жинақтың миллиардтық шегіне жетті. Мен бұрын прокатты басқарып отырған кезде үнемі нарық көлемін қаншалықты көбейте аламыз деп байқап отыратынмын. «Сказ о розовом зайце» 100 миллион жинады. Мен ол кезде бұл қазақстандық нарықтың шегі деп ойлайтынмын. Содан кейін «Ирония любви» фильмімен 150 миллион жинадық. Қазақстандық киноның жетершегі осы деп ойладым. Одан соң мың баламен 400 миллион жинады. Енді бұдан аспайтын шығар деген едім. Ізінше жинақтар миллиард көрсеткішіне де жетті. Бізде қажеттілік те бар. Нарықта өсіп келеді. Миллиардпен шектелмейтін сияқтымыз. 2 миллиард, 2,5 миллиард теңгеге де жетерміз. Бұдан сәйкесінше фильмдердің сапасы да жоғарылайды. Біз енді фильмдердің $200,000 емес, $500,000, миллионға түсіре аламыз. Сапа солай-солай арта береді. Сондықтан мұндай фильмдер қажет. Бұл кез келген елде кинобизнестің дамуының табиғи процесі. Кинобизнес в любой стране. Ну, мы надеемся, что наш Казахстан... Біз де өз кезегімізде отандық кинопрокат дамып, фильмдер сапасы жоғарылай береді деп үміттенеміз. Ал мен бүгінгі біздің қонағымыз Айдархан Әділбаев болғанын естеріңізге сала кеткім келеді. Поддержки национального кино. Спасибо. Сіздермен болған кинобизнес бағдарламасы. Индустриядағы өзекті жаңалықтарды қалт жіберіп алмаңыздар. Ал бағдарламамыздың алдағы шығарылымдарынан әлемдік және отандық кинопремьералар туралы бірінші болып біліңіздер. Бүгінге осы студияда кездескенше.